Дүкеннен дайын гранула немесе мюсли сатып әуре болмаңыз. Үй жағдайында қарапайым рецептпен жаз мезгіліне өте салқын әрі дәмді шығатын таңғы асты бірге дайындайық. Ең бірінші 50 грамм сұлы жармасын құрғақ табада қуырып аламыз. Үстіне қант алмастырғыш немесе табиғи бал қоссаңыз болады. Және үстіне бір жұмыртқа қосып, барлығын бірге араластырып, әрі қарай қыздырамыз. Таңғы асымыз дайын. Құрғақ болып шықпас үшін үстіне йогурт құйсаңыз болады. Құрамы жақсы, салқын болғаны дұрыс және де өте дәмді шығады. Міндетті түрде отбасыңызға немесе өзіңізге таңғы асқа жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта неше түрлі тағы да пайдалы рецепттер шығатын болады.